Ал енді біз жаққа келіп қалдық. Шарт салып жатыр Тәуіпжан. Сонымен 2 сағатта уже аэропортқа шығамыз. Пока демалайын. Мына кісінің қалай ауыр емес па? Ауыр екен. Мен білгенде өзін таситын білгенде кішкене 50 кило азабатым ғой. Жоқ 50 емес, бұл айтады негізі 500 алғым келген дейді. Мына 200 бір роза. Кетіре алмай қалам ба деп қорқып. Мына өзі биік сындырып отыр. Жаңа қолды қанатты еще. Эфирдің үстінде қол қанап қойғаны бар енді. Ай, арқама кіріп отыр. Ха? Арқама кіріп отыр. Ничего, бір рет көтерсем. Ештеңе етпес. Қараңыздаршы, мен гүлге тойдым десем ғой да, бізден бүгін енді осындай 201 роза и осындай гүл аналар шелекке салып қойдым десем ғой. И мен білімде кеше Нұрселия берген гүлдері, мынандай шариктарымен и осы гүл бар. Цветочный магазин ашамын ба деп жүр. Бүгін бақыт деп тұрмын ба, қалай өзі? Қызығы білесіздер ме, кеше біз деген съемкада жүрдік қой екенбіз бірге, рекламаның видеосын бірге түсірдік, одан кейін былай инстаграмға салдым ғой пост қылып видео, рилс, соны да бірге түсіріп жүрдік та. И даже сол кезінде маған білдіртпеген ғой, сол кезінде оказывается дайындалып сөйтіп жүргенде бүгін таңғалып отырмын, қалай тато білдіртпей істеуге болады бәрін деп ше. Қаншама дайындық керек оған. Соның бәрін менің қасымда жүріп ақ білдіртпей, үндемей сөйтіп жүріп жасаған болып тұр ғой. Қыждаған деймін да, маған айтпайды. Солай. Көп сұрап жатыр, сізге сақина сыйлады ма? Браслет көбісі сақина деп ойлап жатыр екен. Алтын браслет. Қалай айтсам ма? Бұның коробкасы ше эфирде қалып кеткен ғой. Енді бүгін эфирда жұптыққа сөз салды, жауапкершілік алды өзіне, осындай браслет сыйлады, гүлінде сыйлады, жолдамасында, Дубайға жолдамасында сыйлады. Эфирден шықсам сыртта күтіп тұрып, ауырғанымды байқап, бірден барып система салдырды. Одан шығып тамақтандырды. Одан шығып киімді де алдық, купальник те алдық деген сияқты. Одан шығып үйге әкеп тастады. Қыз баласына одан артық не керек деймді. Біз аман есен қондық, кішкене ұйықтап алдық, деген сияқты шаршап қалыппыз кәдімгідей. Сол енді қазір таксидеміз. Қазір бізді орналастырады апарып. И дальше білмеймін, пока не істейтінімізді көреміз. Бәрін Тәуіпжан біледі. Мен просто қызым кетіп жүремін. Пока что шет жақта жүріп қараңдар. Әлі қалаға кірген жоқпыз. Қалаға кіргесін. Дальше сіздерге жесткий бір обзор көрсетіп боламын. Қай жерге тоқталамыз, ау, мау. Бірақ телеграмға салам деген сияқты. Осы тойысқа чуть-чуть сап тұрамыз енді. Ой, қанжар деген ұрып тұр. Шопинг жасауға келдік. Бүгін бізде сондай бір күн. Сосын бірдеңе жегім келіп тұр. Айналып. Қалайсыздар? Бүгін бізде отан қорғаушылар күні, Құтты болсын жігіттер мейрамдарыңыз. Ассаламу алейкум. Расул Краш бар жанымда. Атдыши. Бұйыртса Краш бізде деп сыйлап атқан Атдыши. сыйлаймыз ғой ойда. Жандай сәл кіріп атсаң. Бұйырса? Не бұйырса? Бүгін бізде бұйырса мерекелік эфир 14:30-да Евразия арнасы қосылу болсын. Қыздар бізге не дайындады екен? Қыздар ешкі десе. Әзіл негізі. Сіз бойдақ болғаныңызға көп болмап еді ғой, не деген асығыстық сіздікі. 14:30-да Евразия арнасын қосыңыздар. Бүгін бір қызық эфир болайын деп тұр достар. Құрметті достар, қалайсыздар? Жігіттер мейрамдарыңыз құтты болсын. Бір мейрамды болса, еркектердің мейрамы сезілмей ма өзі өмір. Сондай ғой, бір 8 март деген кезде кәдімгідей бір көшеде деген гүл тасып. Ернаржан айналайын. Білмеймін айтыш, өзіміз мейрамды өзіміз алып алғансақ. Ешкім дайындалып атқан жоқ. Ерекше киініп апты бүгін что-то. Өзім ғана дайындалып алған сияқты. Ма білмеймін айтыш. Қойма ана. Дәнекер болып тұрсың. Ha?
бір ешкім құттықтамайды, бір инстаграмда жазып, бір білдіртпейсіңдер енді. Құттықтамайсыңдар ма десем, сендер армияға барғансыңдар ма деп андай ше жарайды енді. Қарауымда. Сонда өзіміз құттықтап қояйық жігіттер қауымын. Не айтасың? болсын.